Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен қыстық лечо салатын дайындайтын боламыз. Өте тез және оңай дайындалады. Ең алдымен қызанақтарымызды жуып, турап, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Міне барлығын өткізіп болдық. Одан кейін қазанға құйып алып, отқа қоямыз. Қайнап бастағаннан кейін баяу отта 30-40 минут қайнатып аламыз. Қызанақтарымыз қайнап жатқан кезде біз болгар бұрышын осылай ұзыншалау етіп турап аламыз. Жасылдың орнына қызыл болгар бұрышын көптеу етіп қоссаңыздар да болады. Өте дәмді болады. Менде үйде жасыл болгарский көп болғандықтан мен осыны қостым. Шыққан көбіктерін осылай алып отырамыз. Сәбіздерімізді де осындай арнайы үккіштен өткіземіз. Сарымсақтарымызды кішкентай етіп турап аламыз. Ет тартқыштан өткізіп салсаңыздар да болады. Міне қызанағымыз 30-40 минут қайнады, суы тартылды. Енді астын өшіріп қоямыз. Үлкен қазанды отқа қойып, 2 кесе май қоямыз. Пияздарымызды ұзыншалау етіп турап аламыз. Пиязды жақсылап 10 минут қуырғаннан кейін болгар бұрыштарын саламыз. Оны да 5 минут қуырғаннан кейін сәбіздерімізді саламыз. Оның үстіне қызанағымызды құйып шығамыз, жақсылап араластырамыз. Сарымсақтарымызды саламыз. 2 дана қызыл ашты бұрышты турап салдым. Мен укроп мен петрушканы осындай пакетке салып, морозильникке қатырып қоямын. Осы укроп мен петрушканы салғаннан кейін дәміне қарай тұз саламыз. Егер салаттың тұзы аз болса, онда банкілер қысқа жетпей атылып кетеді. Сол үшін тұзы дәл мөлшерінде болу керек. 1 шай қасық базилик пен лавр жапырақтарын салдым. Жарты ас қасық уксус қостым. Енді салатымызды 45-50 минут баяу отта қайнатамыз. Оған дейін банкілерімізді булап аламыз. Қақпақтарын қайнатқан суымызға уксустан 1-2 тамшы құйып шықтым мен. Салаттарымызды банкіге салғаннан кейін міндетті түрде теріс аударып 1 күнге қоюымыз керек. Күн түспейтін салқын жерде сақтаймыз. Видео ұнаған болса арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.